Оразаны не бұзбайды? Бірінші, ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды. Бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу тоқтатуы керек. Екінші, ұйқыдан жынып болып ояну. Үшінші, әйелін сүю немесе денесіне қолын тигізу. Мұндай жағдайда егер мәни шықпаса, ораза бұзылмайды. Төртінші, әйеліне қолын тигізбесе де оған қараудан немесе шахуатын қоздыратын жағдайларды ойлап мәни шықса. Бесінші, түнде жүніп болып ғұсыл алуды сәресі уақыттан кейінге қалдыру. Алтыншы, аузына келген қақырықты жұту. Жетінші, түкірік немесе мұрынды тарту арқылы бір нәрсенің тамаққа кетуі. Сегізінші, құлаққа су кіру, булық ағу. Тоғызыншы, темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, ораза бұзылмайды. Оныншы, тістердің арасында қалған тамақ қалдықтары ноқаттан кішкене болса, оны жұту оразаны бұзбайды. 11-ші, еріксіз ауыз толы құсу немесе оның ішке қайта кетуі оразаны бұзбайды. 12-ші, қан алдыру немесе сүлік салдыру. 13-ші, көзге дәрі тамызу. 14-ші, месуак немесе тіс пастасын қолдану оразаны бұзбайды. Бірақ пастасы ішке кетіп қалса бұзылады. Ең абзалы таң намазы кірмей тұрып тістерді жуу. 15-ші, тіс жұлдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ жұлдырған уақытта ауыздағы қанды яки дәріні жұтпау шарт. 16-ші, ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. 17-ші, душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақтану керек. Ал оразаны не бұзады? Әдейі бір нәрсені ішіп жеу, темекі шегу, насыбай баяту, дәрі ішу, құрамында нәрі заттары бар укол қабылдау. Ауызындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадис айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес деген. Әйелмен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейін жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда кафарат оразасын ұстау қажет. Кафарат деп Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай ораза ұстауы. Оған шамасы келмесе 60 кедейді тамақтандырып тойғызуды айтады.